Құрметті оқырмандар, бүгінгі шығарылым өте қызықты тақырыптарды қамтиды. Бірінші бөлігінде біз Иса алейхиссаламның дүниеге келуі мен Иса пайғамбардың анасы Мариям Имран қызы туралы айтамыз. Екінші бөлігінде Сүлейман пайғамбардың тұсында өмір сүрген атақты Билқис ханшайымы туралы болады. Сондықтан да соңына дейін қарап тыңдаңыздар. Мариям Имран қызы. Аллах тағала Мариям Имран қызын мүміндер үшін мысалға келтірді. Ол абыройын сақтаған еді. Біз оған өзіміздің рухымыздан үрледік. Ол Раббысының сөздерін және кітаптарын растады, әрі бойұсынушылардан болды. Тахрим сүресі 12 аят. Мүміндерге үлгі болу үшін Аллах тағала Құранда Мәриямды осылай сипаттаған. Мәриям әлемдегі ең құрметті әйелдерден болды. Оның бұл қасиеттерін айғақтаушы көптеген хадис бар. Аллах тағала алдында адамдардың мәртебесі әуелі пайғамбарлар, содан соң шыншылдар, одан соң шахидтер, сосын игі адамдар дәрежесіне бөлінеді. Мәриям сол пайғамбарлардан кейінгі шыншылдар дәрежесіне иемденді. Мұнымен ол шахидтерден де жоғары тұрды. Ал исламда шыншылдар дәрежесін иеленген пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның ұлы сахабасы Әбу Бәкір ас-Сыдық, Аллах оған разы болсын. Мәриямның әңгімесі анасынан басталады. Зәкәрия пайғамбардың кезінде өмір сүрген Мәриямның анасы Бәйтул Мақдистің ізгі діндар тақуа әйелдерінен еді. Сол тұста Зәкәрия алейхиссалам Бәйтул Мақдистің діни істерін басқаратын. Сондай-ақ Мәриямның әкесі де белді дінбасылардан еді. Бұл дінбасылар Зәкәрияның басшылығында Бәйтул Мақдис мешітінде оңаша ғибадатханада отыратын. Сол кезде қалыптасқан әдет бойынша кейбір адамдар Аллахқа жақындау ниетімен жаңа туылған ер балаларын Құдай үйінің қызметі үшін Бәйтул Мақдиске атап нәзір ететін. Мұндай Құдай үйіне нәзір етілген балалар азат деп аталатын еді. Яғни бұл балалар жастайынан мешітке беріліп, сонда тәрбиеленіп, ержете келе Бәйтул Мақдистің қызметінде қалатын және дүниелік істерін біржолата босатылатын. Дәл сол сияқты Мәриямның әңгімесі де осы анасының Бәйтул Мақдиске бала назар етуінен басталады. Бәйтул Мақдисте Мариямның әкесі Имранның отбасы өте құрметті отбасылардан саналатын. Аллах тағала, шынында Аллах адамды, Нұхты, Ибрахимнің отбасын және Имранның отбасын әлемдер үшін таңдады. Әл-Имран сүресі 33 аят. Бұл аяттан байқағанымыздай, Имранның отбасы Аллах тағала тарапынан бүкіл әлем үшін таңдалып қана қоймай, Адам, Нұх және Ибрахим, оларға Алланың сәлемі болсын, отбасыларымен қатар аталған. Бұл осы отбасының қаншалықты дәрежеге ие екенін айқын дәлелі. Күндердің күнінде Имранның әйелі жүкті болып, құрсағындағы баланы Аллах үшін Бәйтул Мақдиске аяттайды. Сол кезде Имранның әйелі: Раббым, мен саған құрсағымдағыны азат етіп атадым, менен қабыл ал, шынында сен естуші, білушісің дейді. Әл-Имран сүресі 35 аят. Айы күні жетіп босанған ананың көңіліне абыржу түседі. Бұл абыржудың себебі оның қыз босануы еді. Өйткені сол кездегі қалыптасқан әдет бойынша Бәйтул Мақдиске қыз балалар алынбайтын. Аллах үйіне атаған баласының қыз болып туылғанына қынжылған ана қайтадан Раббысына: Раббым, мен оны саған атаған нәзірімді қыз босандым деп дұға қылды. Бұл тұрғыда Аллах тағала, Аллах оның нең босанғанын одан жақсырақ біледі. Бұл Құдай үйіне аталған сәби қыз Мәриям болатын. Ол туылған кезде Аллахқа: мен оны Мәриям деп атадым. Өзіңнен оны және оның ұрпағынан қуылған шайтаннан сақтаның үшін пана сұраймын деп дұға етті. Көптеген риуаятқа қарағанда, шайтан адамның алейхиссаламның бүкіл ұрпағын жек көретіндігінен кез келген нәресте туылғанда оны қолымен нұқиды екен. Міне, осы үшін Мәриямның анасы дүниеге келген сәби мен келер ұрпағына алаңдап, шайтанның жәбірінен оларға пана сұрап, Раббысына дұға қылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде айтылғандай, Мәриям және оның ұлы Иса алейхиссалам шайтанның нұқуынан аман болған. Аллах тағала Мәриямның анасының айтқан шағымдарын көркем даналықпен қабыл алып, ер бала мен қыз баланың арасын айырмай, өз үйі Бәйтул Мақдисте ер балаларымен қатар қыз баланы қызмет етуін жүзеге асырды. Бұл
қалай жүзеге асқан еді. Сол ғасырдың ғұламалары бас қосып, қыз бала Аллах үйінде қызмет ете ала ма деген мәселені талқылап, қыз баланың мешітте қызмет етуіне ешқандай керағарлық таппай, Мәриямды Бәйтул Мақдиске қабылдауға шешім қабылдады. Оны Раббысы көркем түрде қабылдады және оны көркем түрде бой жеткізді. Әл-Имран сүресі 37 аят. Бәйтул Мақдисте қалыптасқан тәртіп бойынша нәзірге келген әрбір балаға белгілі бір ұстаз кепіл болып, оны өз тәрбиесіне алатын. Кішкентай Мәриям ғибадат үйіне қабылданғанда, оны өз кепіліне алуға ниет білдірген ұстаздар өте көп болды. Тіпті оны бәрі де тәрбиелеуге құштарлық танытты. Олардың бұл сәбиге қызығушылығын арттырған нәрсе Мәриямның пайғамбарлармен қатар аталған текті отбасынан шыққан еді. Әкесі Имран, анасы да тақуа діншіл әйелдерден болатын. Ақыр соңында көп талас-тартыстан кейін бір келісімге келе алмаған олар, біз бұл ісімізге Аллахты төреші қылайық деп, бәрі бір қаламнан алып өзенге лақтырады. Аллах тағала Құранда: олар таласып, қайсысы Мәриямды кепілдігіне алу үшін қаламдарын өзенге лақтырған кезде сен қастарында болған жоқсың деген. Әл-Имран сүресі 44 аят. Бұл ұстаздардың арасында Зәкәрия да бар еді. Барлық ұстаздардың қаламы өзен ағысымен кетеді де, жалғыз Зәкәрияның ғана қаламы ағысқа қарсы жүзеді. Сөйтіп, Зәкәрия Мариямға кепіл болып, оны тәрбиесіне алады. Уақыт өте келе, Мәриям дүниелік істерден бас кешіп, өзін Тәңірі ғибадатына бағыштап, Аллахқа жан-тәнімен құлшылық етіп, елге ізгілігімен танылады. Діншіл, ғибадатшыл Мәриямның бойынан кереметтер бой көрсете бастайды. Бір күні Зәкәрия қыс мезгілінде Мәриямның бөлмесіне кіргенде, оның дастарханында тұрған жаздық жеміс-жидектерді көреді. Ол уақытта бүгінгідей жеміс-жидектерді сақтаудың алуан тәсілдері және сақтау құралдары болмаған. Тіпті Зәкәрия бұл кереметтің бір емес бірнеше рет куәсі болады. Зәкәрия оған Мәриямға михрабқа қашан кірсе де оның алдынан бір ризық несібе көретін. Ал бұл әдеттегі азық еместі. Зәкәрия Мәриямнан: бұл сенде қайдан пайда болды деп сұрағанда, ол: бұл Аллахтан деп жауап беретін. Аллах тағаланың сол әйелге көрсеткен құрметі сондай, тіпті оған періштелер Раббысының алдында ризық әкеледі. Иә, Аллах қалаған пендесіне есепсіз ризық береді. Әл-Имран сүресі 37 аят. Кім Аллахтан қорықса, Аллах оған шығар жол береді және оны өзі ойламаған жерден ризықтандырады. Талақ сүресі 2-3 аяттар. Мәриямды тәрбиелеп өсірген Зәкәрия оның бойындағы осыншалықты қасиеттерді көріп, көңілі алып өзі де бір бала сүйгісі келеді. Бұл кезде ұлы Яхия алейхиссалам әлі туылмаған еді. Ол Аллахтан Мәриямды ізгі ұрпақ сұрап: Раббым, маған алдыңнан бір ізгі ұрпақ бер, сен дұғаларды естушісің деп дұға тілек жасайды. Оның дұғасы жомарт Аллах тағала тарабынан қабыл алынып, Зәкәрия ұлы Яхиямен сүйіншіленеді. Ал Мәриямға келсек, ол Бәйтул Мақдистің шығыс жағынан адамдардан оңаша бір орын алып, барған сайын Аллах тағаланың ғибадатына тереңдей береді. Осындай пәк құлшылық ғибадатпен жүрген Мәриямның 15 жыл өмірі артта қалады. Осы 15 жасында оның өмірінде бір ұлы оқиға орын алады. Ол дүниеге пайғамбарлардың ұлы бестігінің ішіне кіретін Аллахтың елшісі Иса пайғамбардың дүниеге келуі еді. Бұл ұлы қиссаны Аллах тағала біздерге қияметке дейін мәңгілік үлгі етіп қалдыру үшін өзінің ұлы кітабы Құранда келтірді. Ол бұл қиссаға кітабында өз алдына бір сүре арнады. Ол Мәриям сүресі. Бір күні Аллахтың бұйрығымен Мәриямның алдына адам бейнесіндегі Жәбірейіл алейхиссалам келеді. Оның періште екеніне Мәриям бейхабар еді. Үстінен бейсауат кіріп келген ер адамнан сескеніп қалған Мәриям: егер тақуа болсаң, сенен Рахманнан, Аллахтан пана сұраймын дейді. Өйткені Мәриямның бөлмесіне ұстазы Зәкәрия мен оны мұны қызметін атқаратын немере ағасы Юсуф Нажардан басқа ешкім бас сұқпайтын. Сол кезде Жәбірейіл алейхиссалам: мен сенің Раббыңның елшісімін, саған бір пәк бала беру үшін келдім деп тіл қатады. Оның бұл айтқанына Мәриям таңғалып: мен еркекке жақындаспасам, не әлде бір бұзықтық істемесем, менде қайдан бала болсын дегенде,
Жәбірейіл әлейхиссалам: Раббың осылай деді, ол маған жеңіл, және біз оны адамдарға аят ғибрат әрі өзімізден бір мейірім етеміз деген Аллах тағаланың сәлемін жеткізеді. Сөйтіп Жәбірейіл Мәриямның омырауына дем үрлейді. Кеуде қуысынан кірген дем жатырға еніп, Мәриям бала көтереді. Кейбір риуаяттарда хабар етілуінше, Юсуф Нажар Мәриямның бойынан жүктіліктің белгісін байқап, бұл қалай деп таңырқайды. Әрине, ол Мәриямның қандай тәрбиедегі қыз екенін және оның алдында өзі мен Зәкәриядан басқа ешкімнің кірмейтінін жақсы білетін. Күдігі көңіліне сыймаған Юсуф ақыры Мәриямға: мен бұл ойымды қаншама ішіме сақтап тұншықтырғым келсе де шыдай алмадым. Маған мынаны айтшы, егін тұқымсыз өсіп өне ме дейді. Мәриям: иә дейді. Юсуф қайтадан: ағаш көшетсіз өсе ме? Иә. Ол сонда да тықақтап: бала еркексіз пайда бола ма деп сұрақты төтесінен қояды. Мәриям: иә, сен білмеуші ме едің, Аллах тағала ағаш өсімдікті жаратқан кезде тұқымсыз жаратты емес пе, ал ағашты ағаш жаратқан кезде көшетсіз өсірді емес пе? Сондай-ақ ол адамды топырақтан жаратқан жоқ па? Ол бір нәрсені жаратуды қаласа, оған тек бол деп әмір береді дейді. Сол кезде Юсуф Нажар Мәриямның жүктілігі Аллахтан келген нәрсе екенін түсінеді. Мәриям мен Юсуф Нажардың арасында болған бұл әңгіменің сенімділігіне бізде нақты дәлел жоқ. Бірақ ой жүгірткен адамға мұнда ғибрат аларлық өнеге жеткілікті. Ай күні жақындаған сайын Мәриям бойындағы баланы айналасындағы адамдарға қалай түсіндіруге білмей қатты сасады. Әбден сарсаңға түскен ол баланы елсіз бір жерге барып босануға шешім қабылдайды. Адам көзінен аулақ жерге шыққанда оның толғағы басталады. Толғақ азабы оны қурап қалған бір құрма ағашының түбіне алып келеді. Толғатып жатып оның ойы сан саққа жүгіреді. Мәселе ар-ождан, намыс, абыройға тіреліп, адамдар бұған не айтады деген сұрақтың өзге ойына ештеңе келмейді. Аллахқа бойсынып, оған иман келтірген мүмін әйелде ар-намыс мәселесі бәрінен де биік тұрады. Тән азабы мен жан азабын қатар татқан Мәриям: мен бұл болмай жатып өліп кеткенімде еді, атым өшіп ұмыт болғанымда ғой деген ойға барады. Осылай көп азаптанған Мәриям ана адамзат тарихындағы ұлы пайғамбарлардың бірі Иса пайғамбарды дүниеге әкеледі. Елсіз далада жапан жалғыз босанған Мәриям қатты әлсіреп қалған еді. Сол кезде оған: қайғырма, Раббың астыңнан бір ағын су әкелді деген үн жетеді. Бұл үн нәресте Исадан ба, жоқ әлде періштеден бе, ол жағы Аллахқа ғана аян. Мәриям ол судан ішіп әл жинағанда қайтадан: құрманың діңкін сілкі, саған жас піскен құрма түседі деген үн тағы естіледі. Назар аударыңыз, Мәриям түбіне отырған әлде қашан қурап қалған құрма ағашы еді. Оны қанша сілкісе де құрма түспейтіні белгілі. Енді оны сілкудің қажеті қанша? Әрине, жоқтан бар етуші Аллах тағала барлық нәрсеге құдіретті. Ол ешқандай сілкудің қажетінсіз-ақ құрма түсірді. Бірақ ол пенденің аз ғана болса да қарап отырмай әрекет етуін талап етеді. Тіпті ол әрекет мүлдем нәтиже бермесе де, мақсатқа жету жолындағы пенденің әрекеті оған жүктелген міндеттердің бірі, және бұл дініміздің ұстанымы. Сол үшін де Аллах тағала өзі жаңадан босанып әлсіреп жатқан әйелге сол ағашты сілкуді бұйырды. Бұл осы әйелдердің тарихымен танысып жатқан біздерге мәңгілік үлгі. Сондай-ақ Аллах тағала Мәриямға мынандай нұсқау берді: одан же, іш, тоятта, қорықпа. Егер бір адам баласын көрсең, мен Рахман үшін ораза ұстауды нәзір еттім, бүгін ешбір адаммен тілдеспеймін де. Бұл аяттағы мен Рахман үшін ораза ұстауды нәзір еттім, бүгін ешбір адаммен тілдеспеймін дегенді қалай түсінеміз? Ол замандағы оразаның бүгінгі исламдағы оразадан ерекшелігі сөз сөйлеуден де тыйылу еді. Бұл олардың шариғатына тән. Ал біздің шариғатымызда сөзден тыйылатын оразаға тыйым салынған. Бұған дәлел, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күн астында тұрған кісіні көріп адамдардан: бұл кім деп сұрайды. Адамдар оған: бұл Әбу Исраил, ол отырмай, көлеңкелемей және сөйлемей ораза тұтуға ниет еткен деп жауап береді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдарға: оған айтыңдар, отырсын, көлеңкеге барсын, сөйлей берсін және оразасын аяғына дейін жеткізсін.
деген. Демек оразаның мұндай түрі біздің дінімізде ғибадат болып саналмайды. Тағы бір ойлануды қажет ететін жайт, бұл аятта Аллах тағалаға Мәриямға ешбір адаммен тілдеспеймін деген сөзді айтуды бұйырды. Енді ауыз бекітіп ешкіммен тілдеспеуге ниет еткен адам қалай айтады? Бұл жерде Аллах тағала адам баласының ойына түрткі салып тұр. Ойды жеткізудің жалғыз құралы тіл емес, оны ыммен, ишарамен де жеткізуге болады. Бір-бірінің артын ала келген уақиғалардан кейін Мәриямның көңілі тынышталып, ерік-жігерін жинақтап, нәрестесін алып Бәйтул Мақдиске келеді. Оны көрген бетте адамдар өзара «Мәриям, баламен бе?» деп сыпсыңдаса бастайды. Олар осыншалықты діндарлығымен танылған Мәриямның жасырын босанып келуі тосын жағдай еді. Адамдар оның айналасына жиналып қалады да: «Ей Мәриям, сен бір аса ауыр күнәлі нәрсемен келіп тұрсың ғой. Ей Харунның қарындасы, сенің әкең жаман кісі емес еді, шешең де арсыз еместі» деседі. Бұл жерде Харунның қарындасы деулерінде Харун әлейхиссаламды мақсат тұтып тұрған жоқ. Бір риуаяттарда Харун Мәриямның ағасы десе, бір деректерде адамдар Мәриямды Харун пайғамбарға қатты ұқсатып, оны Харунның қарындасы деп атаған делінеді. Ақиқаты Аллахқа аян. Сөйтіп 15-16 жас аралығындағы жас қыз елінің алдында осындай ауыр жағдайда тұрды. Аллах тағаланың оған тіл қатпауын бұйыруының төркіндесе аса дана Аллахтың тағы бір даналығы бар еді. Өйткені жел сөзге беріліп өсекті өршітуге дайын тұратын адамдарға сөзбен ештеңе түсіндіру мүмкін емес. Ең дұрысы үндемеу. Мәриям оларға ешқандай жауап қатпай қолындағы сәбиді меңзейді. Адамдар: «Біз құндақтағы кішкентай нәрестемен қалай сөйлесеміз?» дейді. Сол тұста нәресте тілге келіп: «Расында мен Аллахтың құлымын. Ол маған кітап берді және мені пайғамбар етті. Ол мені қайда болсам да құтты қылып, тірі жүргенде намаз бен зекетті өсиет етті. Сондай-ақ мені анама мейірімді етіп, зорлықшыл, бақытсыз қылмады. Маған туылған күнімде, өлер күнімде және қайта тірілер күнімде Аллахтан амандық болсын» дейді. Міне, жаратушы Аллахтың мұғжизасы. Жөргектегі нәресте ақида, иман, ғибадат, әдеп мәселелерде теңдессіз сөздер айтқан. Ол адамзат бейбітшілігі үшін жіберілген еді. Аллахтың қай пайғамбары болсын, оның жіберілуіндегі негізгі мақсат бейбітшілік. Бұл нәресте Мәриямның ұлы Иса болатын. Адамзат тарихындағы ең ұлы пайғамбарлардың бірі Мәриям ұлы Иса деп анасының атына телінді. Бірақ адамдар бұл жайында әртүрлі көзқарасқа бөлінді. Біреулер оны Аллахтың ұлы десе, біреулер Аллахтың өзі, ал енді біреулер қасиетті үштіктің бірі деп шатасты. Көпшілік алдында нәресте осы сөздерді айтқаннан кейін бұған біреулер сенеді, ал біреулер сенбейді. Бұл сиқыр шығар деп күмән келтіріп, жөргектегі бала бізге қалай пайғамбар болады деп шуласады. Дау-дамай ушығып бара жатқан соң, баласына әлдебір қатер келе ме деп қауіпсінген Мәриям Исаны алып Бәйтул Мақдисті тастап шығып кетеді. Оның Бәйтул Мақдистен шығып қайда бет алғаны туралы риуаяттарда әртүрлі. Бір риуаяттарда Бәйтул Лахымға кетті десе, бір риуаяттарда Мысырға кеткені туралы айтылады. Ойын баласы кезінде Исаның бойында мұғжизалар бой көрсетіп жатты. Ол жандағы балаларға үйлерінде не бар, не жоқ, түрлі тәттілерді, шешелерінің қайда тыққанын, бүгін тамаққа не жейтіндерін айтып беретін. Есейе келе Аллах тағала ол арқылы ұлы мұғжизаларын көрсете бастады. Ол мұғжизалардың бірі өлгенді тірілту. Бұл жайлы риуаяттар өте көп. Бірде бір бала қастандықтың құрбаны болып, оның өліміне Иса айыпталғанда, ол адамдарға: «Маған оның үйіндегілерді және өлген баланы алып келіңдер» дейді. Адамдар таңқала жүріп оның айтқанын орындайды. Бәрі әзір болғаннан кейін Иса өлген баланы қолымен ұстайды. Сол кезде бала орнынан тұрып: «Мені өлтірген мынау» деп өзін өлтірген кісіні көрсетіп қайта өлі қалпына түседі. Дегенмен бұл риуаяттың растығына толық сенімділік жоқ. Бірақ Исаның Аллахтың құдіретімен өлілерді тірілетін болғандығы күмәнсіз. Ол балшықтан құстың мүсінін жасап, демірлесе оған жан бітіп ұшып кететін болған. Аллахтың орасан ғажайып мұғжизаларын арқалаған, әлемде Раббысының ұлы міндеті жүктелген Иса пайғамбар адамзат тарихындағы ең абзал әйелдердің бірі Мәриямның жалғыз өзі тәрбиелеп өсірді. Ол әрдайым сүйікті ұлының қасынан табылып, оған сүйініш демеу болды. Иса пайғамбар көкке көтерілгенде анасы Мәриям тірі еді.
Ол яһудилердің Исаны өлтірдік дегендеріне нанған жоқ және осы сенімді өмірінің соңына дейін өзінің ұлы Раббысына құлшылық етумен өткен. Аллах тағала Мәриям анамызға сәлем жолдап, оны қияметке дейін әлем әйелдеріне үлгі өнеге етті. Билхис, оған әрбір нәрседен несібе берілген. Бұл әйел жайлы әңгімеміз шым-шытырық хикаялар мен таңғажайып кереметтерге толы Сүлейман пайғамбардың қиссасымен тығыз байланысты. Бұл қисса Нәміл сүресінде баяндалады. Күндердің күнінде Сүлейман адамдардан ғана емес, жын-перілер мен аң-құстардан құралған бүкіл әскерінің жиналуына бұйрық береді. Жиылысқа Худхуд, яғни көкек келмей қалады. Сүлейман құстарды түгендеді де, Худхудты неге көрмеймін, әлде ол жоғалып кетті ме дейді. Кешкен соң оған іздеу салып, расында мен оған ауыр азап көрсетемін, не оны бауыздаймын, немесе маған бір анық дәлел келтірсін дейді. Бір кезде көп күтірген Худхуд келіп Сүлейменге: мен сен білмеген бір нәрсені білдім және саған Сәбаданнан анық бір хабар алып келдім дейді. Ол әңгімесін жалғап: мен оларға патшалық етіп отырған бір әйелді көрдім. Оған әрбір нәрседен несібе берілген және оның орасан зор тағы бар. Оның және елінің Аллахқа емес күнге табынатындарын көрдім. Шайтан оларға амалдарын әдемі көрсетіп жолдан қайтарған. Сондықтан олар тура жол таба алмай жүр. Олар аспандар мен жердегі жасырылғанды сыртқа шығаратын және сендердің жасыратындарыңды мен жариялайтындарыңды білетін Аллахқа сәжде етпей ме? Ұлы арштың Раббысы Аллах, одан басқа ешбір құдай жоқ дейді. Бұл заты әйел болғанына қарамастан, Құранда айтылғандай ұлы патшалық құруға қол жеткізіп, өте мықты өркениет қалыптастырған ұлы тұлғалы Билхис деген нәзік жан еді. Оған әрбір нәрседен несібе берілген. Билхис ғылым, білім, өнерге, атақ, даңқ, абыройға, көкірек сымбат, сұлулыққа, күш қайрат, құдіретке, ақыл ой мен парасатқа ие болатын. Сондай-ақ Қарақұрым қалың әскердің тізгінін қолында ұстаған. Оның ұлылығының айқын сипатын көрсететін астында ғажайып тағы болатын. Худхудтың сөзін естіген Сүлейман: рас айтасың ба, жоқ өтірік айтасың ба, оны көреміз. Әуелі менің мына хатымды оларға алып барып таста да, бұрылып күтіп тұр. Сөйтсе, мұны қалай қабылдайды, соны бақыла, деп жат елге сәлемдемесін жолдайды. Әміршісінің хатын алып ұшқан Худхуд Билхис сарайына жетіп, хатты сарайдың төбесіне тастайды. Көктен түскен хатқа таңырқаған Билхис хатты ашып қарап: Бисмиллахи-рахмани-рахим. Маған астамшылық көрсетпеңдер, алдыма бой сұнған күйде келіңдер деген жазуды оқып Сүлейманның мөрін көреді. Арасы алшақ екі елде, Билхис Йеменде, Сүлейман Палестинада сұлтанды құрған екі патша ешқашан кездеспеген. Сүлейменнен келген бұл хаттың мәселесін шешуге Билхистің ақыл парасаты, пайымы жетсе де, елдің жақсы жайсаңдары мен көреген көсемдерін жинап ақылдасуды жөн көреді. Ей ақсақалдар, маған бір ардақты хат келді, ол Сүлейменнен. Менің бұл ісіме қатысты ақыл кеңес беріңдер, дейді. Ал кеңесшілері Билхисқа: біз қарулы әскері бар күшті елміз, қалай шешуді өзің ойланып көр, деп істің шешімін өзіне қалдырады. Елінің мен деген ер азаматтары бұл әйелдің алдында ешқандай шешім қабылдай алмай, істі өзіне қалдырып отырғаны Билхистің беделінің қаншалықты биіктігі мен ақыл парасатының кеңдігін тағы да дәлелдеп тұр. Ауыз тұшырлық, көңіл қанағаттандырарлық ештеңе ести алмаған Билхис: егер патшалар бір елге кірсе, оны қиратады, қадірлерін қор етеді. Мен бұл кісінің бізді аяққа таптауынан қауіптенемін. Алдымен мен оған сыйлық тарту тарағылар жіберіп, тамырын басып көрейін. Елшілер қандай хабар алып келер екен, оны да байқайық. Егер күш қуаты мықты, әскері көп патша болса, қарсы келмейміз. Егер әлсіз болса, қарсы шығып соғысамыз. Ал егер ақыл парасаты әділетті патша болса, бір ымыраға келерміз, деп ой түйеді. Мұнда Билхистің патшалық билік саясатындағы айла тәсілді қолдануының шеберлігі көрінеді. Ол Сүлейменге қисапсыз мал-мүлік, асыл тастар тарту үшін елшілерін аттандырады.
Ол елге патшайым сыйлаған тартуларды жеткізген елшілер жер жаһанда теңдесі жоқ ұлы патшалықтың иесі, ешкім бағындыра алмайтын нәрселерді бағындырған, ешкім құра алмаған өркениеттің төрінде отырған патшаны көреді. Елшілер ханшайымдардың беріп жіберген сәлемдемесін Сүлейманның алдына тартқанда, Сүлейман: «Сендер маған дүниемен көмек бересіңдер ме? Аллахтың маған берген сендердің ұсынғандарыңнан да жақсы. Негізінде сендер сыйлықтарыңа мәз болып жүрсіңдер. Оларға қайтып бар. Мен оларға өздері төтеп бере алмайтын әскермен барамын да оларды жерден кішірейіп қорланған күйлерінде қуып шығарамын» деп қайтарады. Еліне жеткен елшілер көрген білгендерін Сүлейманның қайтарған жауабын айтқан соң, Белқис Сүлейманның мемлекетіне бағынуға шешім қабылдап, өзінің басшылығымен өкілдерін алып баратындығын айтады. Олардың келе жатқанын естіген Сүлейман қол астындағы үлкен жындарын жинап: «Ей жамағат, олар маған бойсынып келуден бұрын оның тағын маған қайсыларың алып келе аласыңдар» дейді. «Жындардан бір мықты, мен саған оны орныңнан тұрғаныңа дейін әкелемін. Менің бұған күшім жетеді, әрі сенуге болатын жанмын» дейді жын. Өзінде кітаптан білімі болған тағы біреуі: «Мен саған оны көзің жететін шекке қарап жанарың өзіңе қайтқанша әкелемін» дейді. Сүлейман тақтың алдында тұрғанын елестетіп: «Бұл Раббымның мені шүкіршілік етемін бе, әлде оны мойындаймын ба, осыны сынау үшін берген кеңшілігі? Кім игіліктерге алғыс білдірсе, өзі үшін алғыс білдіреді, ал кім оны мойындамаса, ақиқатында Раббым бай, яғни ешкімге мұқтаж емес, өте жомарт» деп шүкіршілік білдіреді. Бұл тақ әкелінген соң Сүлейман оны өзгертуге әмір беріп, қызметкерлері оны жеңіл-желпі өзгеріске енгізеді. Көп кешікпей патша сарайына Белқис те келіп түседі. Ішке енген патшайым мен жандағы өкілдері төрдегі тақтан көздерін алмай таңырқап қалады. Таңданыстарын аңғарған Сүлейман Белқисқа: «Сенің тағың осындай ма?» дейді. Белқис болса: «Дәл өзі сияқты» деп жауап береді. Сүлейман келген қонақтарға өзіне Аллах тағаланың тарту еткен күш-құдіретін көрсеткісі келіп, оларды түгелдей мөлдір шыныдан құралған, тіпті еденнің астынан су ағызылып қойған бір сарайға кіргізеді. Бұл сарайдың шеберлікпен жасалғаны сондай, су шынының үстінен ағып жатыр екен деп ойлаған Белқис кіре бере көйлегінің етегін түреді. Аллахтың бұл кереметін көрген Белқис ханшайым бұл адам қолынан келмес ғажайып екенін түсініп, ғаламат күштің өкілі ретінде Сүлейман шақырып тұрған бұл діннің шынайылығына көз жетіп, сол жерде: «Негізінде мен өзіме әділетсіздік етіппін. Енді Сүлейменмен бірге әлемдердің Раббысына бойұсындым» деп иман келтіреді. Бір риуаяттарда Белқистің Сүлейман пайғамбарға тұрмысқа шыққандығы жайлы айтылады. Мінекей, сіздер мен біз билікті Аллахтың нығметі деп ұғынған әйел тұлғасының көрінісіне куә болды. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.